Бәріне сәлем. Мына видеоның көп просмотр жинап кетуінің себебі бірақ іс-әрекеттің нәтижесінде болды. Ол қандай іс-әрекет және жалпы қалай YouTube видеомыздың просмотрын көбейтуге болады деген сұраққа осы видеода жауап беретін боламын. Сондықтан соңына дейін көріңіздер. Біз бәріміз YouTube'тың монетизациясы тез қосылуын қалаймыз, бірақ сол тез қосылуына әкелетін іс-әрекеттерді жасамаймыз. Ол YouTube монетизациясын қосу үшін 4000 сағаттық қаралым және 1000 подписчик, 1000 тіркелуші жинау керек дегенді біледі. Сіз 1000 тіркелуші жинасаңыз және 4000 сағаттық қаралым жинайтын болсаңыз, сіздің арнаңызға монетизация қосылады. Яғни YouTube сіздің видеоларыңыздың арасына реклама қосады. Сол рекламаны қосқан үшін сізге ақша төлейді. Бірақ ол ақша өте аз. Қазақстанда егер сіз қазақша контент түсіретін болсаңыз, ол тіпті аз. Ал егер сіз тек осы YouTube-тың монетизациясы арқылы, яғни көп просмотр жинау арқылы ақша тапқыңыз келсе, онда сізге американский YouTube бастау керек. Бірақ американский YouTube-та да өте көп минустары бар. Біріншіден, егер сіз ағылшынша білмейтін болсаңыз, ол жақта ақша табу қиын. Көбі ойлайды бүйтіп, видео монтажға бір ойындарды түсіре салам, скринкасын түсіре салып сала салам деп. Жоқ, ол кезде сіздерде үлкен риск болады. YouTube сіздің монетизацияңызды алып тастауы мүмкін, немесе тіпті бермеуі де мүмкін сізге монетизацияны. Ал екінші монетизация бар, ол яғни сіздің бір қызметіңіз немесе бір өзіңіздің продуктыңыз бар. Яғни сол продуктыңызға клиент әкелудің мақсатында осы YouTube-ты пайдалансаңыз болады. Мен қазір дәрігердің каналын жүргізіп жатырмын. Ол дәрігердің каналына мысалы бір видео салдым бағана 5 сағат бұрын. Осы видеоның комментариясын қарайтын болсаңыздар, мысалы міне гржа емдейсіздер ме, сәлеметсіз бе Сеткүл апай, адресін жазбайсыз ба, үлгілі врач, адрес толық керек болып тұр, тез жазасыз ба деген сияқты көптеген комментарийлар. Сонда 5-6 сағат бұрын салынған видеоның өзінде осынша комментарий, осынша клиенттер. Яғни бұл видео егер 5-6 ай созылатын болса, бұл видео және өмір бақи тұра береді. Яғни мысалы 5 жылдан кейін де бұл видеоны адамдар тауып өзінің керектеріне жаратады. Мына жерде бұл видеода мысалы буын ауруы туралы айтылған. Мысалы 10 жыл өтті дейікші, мысалы қазір 2024, 2023, 2033-те адамдардың буыны ауырмайды деп ойлайсыздар ма? Әрине буын ауырады. Яғни ол YouTube-ға келіп буын ауруын қалай жазуға болады деген видеоны іздеген кезде осы видео шығады. Және бұл видео ол 10 жылдан кейін де осы дәрігерге клиенттер әкеліп отыр да. Сонда бір видео саласыз, сол видеоңыз өмір бақи сізге жұмыс істейді. Сондықтан егер сіз бір істің маманы, майталманы болсаңыз, немесе сіздің бір кәсібіңіз болса, яғни YouTube арқылы осылай клиенттеріңіз тартқыңыз келсе, мен сізге көмектесе аламын. Біз сізге YouTube канал ашып, және ол каналыңызда системно, регулярно видеолар шығарып отыратын боламыз, және сол арқылы сізге тоқтаусыз клиенттер потогын құрып береміз. Яғни айттым, 2 монетизация бар. Өздеріңіз білесіздер, қай монетизацияны таңдасаңыздар да, бірақ қай монетизацияны таңдасаңыздар да, негізі YouTube-тың алгоритмі бір. Қай монетизацияны таңдасаңыздар да, сіздерге көп просмотр жинау керек қой видеоларыңызға. Осы көп просмотр жинаудың қазір кеңестерін айтып кетемін. Бірінші кеңес, арнаңызға тек бір-ақ тематикада түсіру керек. Яғни сіз мысалы спортқа арналған канал аштыңыз ба, керек емес строительствоға байланысты видео салып, немесе өзіңіздің бір үйіңіздегі блог түсіріп, керек емес. Тек мысалы спорт таңдаңыз ба, болды. Спорт бағытында ғана, спорттың нишасында ғана, айналасында, хотя бы айналасында ғана түсіру керек. Неге бір тематикада түсіру маңызды? Себебі егер сіз әртүрлі тематикада түсіретін болсаңыздар, сіздер өздеріңіздің целевой аудиторияларыңызды жоғалтып аласыздар. Мысалы, сіздер бүгін спорт туралы видео саласыздар, ертең өзіңіздің бір үйіңіздегі бір оқиға туралы салсаңыздар, адамдарға қызық емес. Егер адам спорт туралы видеоңызды көріп сіздің арнаңызға тіркелсе, сіздің ертесі сіздің блогыңызды көрсе, ол адам подписаться етеді, сонымен сіздің тіркелушілеріңіз де саны аз болады, яғни YouTube-тан дамуыңыз да тежеледі. Келесі кеңес ол превьюіңіз бен названияңызды дұрыс жасау. Мен бұл туралы видео салған болатынмын, толығырақ көрсеңіздер болады сол жақтан. Бұл өте ауқымды тема. 70-80% YouTube видеоңыздың көп просмотр жинауына осы превью мен название әсер етеді. Превью мен название осы видеода бір қысқаша өзімнің кеңесімді айтып кететін болсам, мен жаңа ғана көрсеткен видеома қалай превью мен название қойдым. Мен Ахметбек Нұрсила деген кісінің бір видеосын шалып қалды. Қазір қандай видео екенін көреміз. Популярный деп қойдым. Сосын Вот мына видеосы, осы видеосы көзіме шалынып қалды. 23 жыл ауырып, бір айда емделдім. Және 23 жыл медицина емделе алмаған ауруды бір айда жаңартып емдеді деген видеосына қарап, тура осыны мынаған өзіме көшіре салдым. Бұл жерде мына кісі айтады, 1 жыл бойы емделмеген аурум 2 күн емделді деп осы Сеткүл апайдың арқасында. Мен тура соны алдым да, 1 жыл укол система емдей алмаған буын ауруын 2 күнде емдедім деп осылай жасадым. Яғни 6 сағат бұрын шықты, 3200 просмотр. Бұның CTR-ын көретін болсақ қазір.
Міне қарап отырсаңыздар, место в рейтинге 1/10, CTR 16%. Енді бұл жерде CTR дұрыс емес көрсетіп тұр, бірақ 6 сағаттың ішінде 4300 просмотр жинау ол өте жақсы көрсеткіш. Сондықтан бұл кеңесті міндетті түрде өздеріңізге қолданып көріңіздер. Келесі кеңес видеоңызға оптимизация жасау. Оптимизация жасау ол мен өзім қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, ол YouTube'тан көмек сұрау. Яғни оптимизация деген тағы қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, яғни сіз видеоңызды адамдар тез тауып алатындай қылып жасайсыз. Мысалы, оптимизацияға кіреді, SEO оптимизация деген. SEO оптимизация деген, мысалы, поисковикке запрос жазған кезде сіздің видеоңыз бірінші орында шығып тұруы, яғни адам тезірек тауып алуы осы поиск арқылы. Сіздің видеоларыңыз, сіздің целевая аудитория, яғни сіз мысалы спортқа видео түсіресіз, сол спортқа қызығатын адамдардың алдына шығу үшін, рекомендациясына шығу үшін сіз осы оптимизация жасауыңыз керек. Оптимизация жасауды мен толығырақ видео шығардым, бірақ оптимизацияны қазір тезірек түсіндіріп кететін болсам, өз практикамда мен бір жарым жыл бұрын осындай канал ашқан болатын. Бұл тестовый канал болатын, кинобек деген, яғни қысқаша киноларды баяндау. Осы жақта мысалы қараңыздар, мына жерде 3 видео тұр, 3 видеоның біреуі 2243 мың, біреуі 104 мың просмотр жинаған. Бұлар қалай көп просмотр жинап кетті десеңіздер, 2 видеода да қазақша кино шолу қысқа деп жазылған, осылай жаздым. Бұл адам қалай іздейді? Мысалы, қазақша кино деген, көбінесе қазақша кино деп іздейді көбінесе адамдар. Сол сөзді осы названияға жаздым, және описанияға жаздым, және тегқа жаздым. Тег деген мына жерде тұрады. Осы тегқа жаздым. Осы сөздерді жазуымның арқасында бұлар өте өсіп кетті. Қазір мен сіздерге аналитикасын көрсететін боламын дәлелдеп. Міне, мысал қараңыздар, мен салдым бұл видеоны суббота 26 февраль күні салғам, 2022 жылдың. Бұл 7-8 августке дейін, яғни примерно 5-6 айда ол 271 просмотр жинаған. Мен осы күндерде не қойдым, осы тегтарды қойғаннан кейін бұл өте резко өсіп кетті. Ақыр соңында 104 мың просмотр жинады. Егер контенті қызық болатын болса, ол отанда асып кететін еді. 27 февраль көрдіңіздер, тура сол 2-3 күн бұрын салынған. Бұл да тура осы міне 8 август жасадым 2 видеоға да. Жоқ, 8 август емес, мен примерно июльдерде жасадым. Сонымен бұл өсіп кетті да, резко көтеріліп кетті. Бұл тіпті 243 мың просмотр жинаған. Сондықтан оптимизация жасауда ол өте маңызды. Соңғы маңызды кеңес ол тоқтатпай контент салып отыру. Бұл менде де проблема. Көбінесе мен басқа проекттермен жұмыс жасап жатқандықтан менде өзімнің каналыма андай қарауға мұрша болмайды, уақыт болмайды кейде. Бірақ сонда да мен контентті үздіксіз салып отырамын. Басында сіздің контентіңіздің сапасы ондай қатты маңызды емес, сапасына ондай қатты қарамаңыз. Маңыздысы сіздің беріп жатқан информацияларыңыз. Менде де дұрыс свет қойылды деп айта алмаймын, менде дұрыс киіммен отырмын деп айта алмаймын қазір. Мен сіздерге тек пайдалы информацияны беріп отырмын. Егер сіздерге пайдалы болып жатса, шынымен де лайк басып, маған кері байланыс беріп отырыңыздар. Және сіз YouTube'пен нақты айналысып, осы YouTube'тан қалай ақша табуға болады, қалай тез дамуға болады деген сұрақтар қызықтыратын болса, сіздерге осы видеолар көмектеседі. Осы видеоларды көріп кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.